Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар. Бүгін Абай Құнанбайұлы мен Мұқағали Мақатаевтың шығармаларындағы ортақ тақырыптар мен идеяларды талдау және олардың ұлттық, жалпы адамзаттық құндылықтарды насихаттау жөніндегі рөлін анықтау мақсатымен дөңгелек үстел ұйымдастырып отырмыз. Дөңгелек үстеліміздің тақырыбы Абай мен Мұқағали шығармаларындағы тақырыптар мен идеялардың үндестігі. Қазақ әдебиетінің қос алыбы Абай мен Мұқағали шығармаларындағы үндестікті қарастырамыз. Олардың жырларындағы халқымыздың арман мұраты, рухани ізденісі, ұлттық болмысы көрініс табатын болады. Осы идеяларды қайталанбас үндестігін талдап, ой бөлісетін боламыз. Дөңгелек үстелімізге қош келдіңіздер. Абай мен Мұқағали поэзиясындағы адамгершілік тақырыбы. Бірінші бөліміміз. Оқушылар бастасаңыздар. Қандай өлең алып отырсыздар? Идеялары қандай? Айта кетсеңіздер. Біріншісі Абай мен Мұқағали поэзиясындағы адамгершілік тақырыбы, табиғат лирикасы, махаббат пен сағыныш лирикасы, ұлттық тағдыры мен елдік мәселелер және соңғысы қорытынды бөлімде аяқтайтын боламыз. Бірінші мәселе Абай мен Мұқағали поэзиясындағы адамгершілік тақырыбын ортаға салайық, талқылай кетейік. Бізде ғылым таппай мақтанба мен үш бақыттың өлеңдері. Бұл жерде ғылым таппай мақтанба өлеңінде адамның адамгершілігі жайлы және де адамға қандай іс-әрекеттер жақсы, қандай іс-әрекеттер жаман, соның бәрін анықтай кетеді. Ал үш бақытында адамның өміріндегі ең жақсы бақытын айта кетеді. Бірінші бақытым халқым менің дейді, екінші бақытым тілім менің деп, оларды анықтап, сипаттап кетеді. Бұл өлеңде бұл өлеңдерде қос ақында осы адамгершілік қасиет туралы көп сөз қозғаған. Мысалға айтар болса, ғылым таппай мақтанба өлеңі мен үш бақытым өлеңі. Ғылым таппай мақтанба өлеңінде бес асыл іс туралы айтылса, үш бақытым өлеңінде адамның үш бақыты туралы айтылған. Ал енді осыларға толықтай сараптасақ, бес асыл ісімді айтып кетсеңіздер. Талап, терең ой, қанағат және рахым. Ендеше осы бес асыл іспен сол бес адам қашық болу керек қасиеттерді айта кетсек, талдай кетсек. Бес асыл іс деген талап, еңбек, ал олардың әрқайсысына тоқталып кетсек, адам ең бастысы, ең жақсы адам ол талапты бола білу керек, және ол еңбекқор болу керек. Еңбек болмаған жерде ешқандай нәтиже болмайды. Терең ой, адам ақылды болу білу керек, қанағаттана білу керек, әр істеген ісіне қанағаттана біліп, рақымшылық көрсетіп білу керек. Сонымен қатар Абай өзінің өлеңдерінде тағы да қашық болу керек қасиеттерді айтады. Оларға да тоқтала кетсек. Бұл жерде бізде өсек, өтірік, мақтаншақ, беріншектік және де бекер мал шашпақ, яғни бұл өсек және де өтірік, бұл бізді табысқа емес, жеңіліске, яғни біздің өте бір жаман қасиеттеріміздің бірі. Ал мақтаншақтық пен еріншектік, бұл бізді мақтаншақтық, бұл өте жаман қасиет. Біз мақтану арқылы біз өзіміздің дәрежемізді түсіруіміз де мүмкін. Ал еріншектік бізді алдыға емес, мысалы білім алуға, жетістікке жетуге емес, бізді артқа тартуға, яғни қомағайлыққа, мысалы көп ұйықтауға, тірлік істемеуге шақыратын қасиеттердің бірі. Осы жерде өтірікке тоқтала кетсек деп ойлап тұрмын. Мысалға Мұқағалиның де ақиқат алу туралы өлеңі бар. Және де сонымен қатар
ғылым таппай мақтанба өлеңінде абай шын сөзбенен өлсеңіз кім болса мейлі айта берсін, бірақ та соны өзіңіздің санаңыздан өткізіп ақиқатқа ғана жүріңіз деп айтқан. Сонда да ақиқаттың ауылы Мұқағали Мақатаев өлеңімен екеуінің үндестігін көріп отырық. Осыған да тоқтала кетсек. Яғни қазіргі таңда көптеген адамдар ақиқатты айтпайды, яғни оларды аузын жапқызады да, қысқаша айтқан кезде ақиқат айтпай олар өздерінің жолынан тайып қорқып қалғандары көбісі. Әрине көп ақындар осы ақиқатпен күресем деп қаза тапқан болатын. Сонымен қатар ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты деген үзіндісі де бар. Бұл жерде кім айтса да өзі айта берсін, бірақ та сен оны өзіңнің санаңнан өткізіп кетуің керек деген мақсат айтылып тұр деп ойлаймын. Осыған да қоса кетер айтар ойларыңыз болса. Бұл жерде әркімнің өзінің өмір сүретін жолы бар. Мысалға, біреуде қиыншылықтармен келсе, біреуде жақсылықпен келеді деген сияқты. Әркімнің өзінің жолы бар өтетін. Біреуді тыңдап, соған сеніп, менің де өмірім сондай болады екен деп сену, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Мысалы, қазіргі таңда еліктеу көп болып бара жатыр да, басқа адамдарға еліктеу арқылы адамдар өз болашақтарын құртып алады. Ол өзінің жолымен ғана емес, басқа адамдарға қызығу арқылы, басқа адамның жетістікке жеткенін көріп, соның артынан мен де осындай жетістікке жетемін деп соның артынан қайталауы мүмкін. Бірақ ол ақыр соңында ол адам өзі қалап тұрмаса, ол істі жасауды, оның барлық істеген ісі құрдымға кетеді. Және отан туралы айтылған. Бұлар да адамдардың ең үлкен байлықтары, сондықтан олар болмаса адам өзі өмір сүре алмайды. Осы тіл мәселесі қазіргі таңда көп айтылып жатыр. Осыған да тоқтала кетсек күшті болады деп ойлаймын. Мен айтсам болады ма? Қазіргі таңда көптеген адамдар басқаларға, сен айтқандай, басқаларға еліктеп, басқа тілдерді үйреніп, өзіміздің ана тілімізді ұмытып жатыр. Олар Қазақстанда болашақ жоқ дейді, бірақ егер де олар сол Қазақстанның болашағына, тілдің болашағына жұмыс істесе, біздің тіліміз әлемдегі ең бай тіл болады деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасың. Бұл жерде тіл ғана бақыт емес, бұл жерде халықта, отанда бақыт. Қазақстанның болашағына жұмыс істесе, барлығы жақсы болатын еді. Осы біздің бірінші бақытымыз және үш бақытымызға да жұмыс істеуіміз керекпіз. Халық, тіл, отан. Иә, бұл жерде Абай мен Мұқағалидың де екеуінің де өлеңдерінің идеясы осы адамгершілік қасиетіне үндесіп отыр. Мұқағали үш бақытым халық пен тіл, отан мәселесін қозғаса, Абай осы ғылымға, білімге ұмтылуымыз керек екенін, бес қасиетімізді, қайсыған жақын, қайсыдан алшақ болу керек екенімізді айта кеткен. Бұл сәуірде деген Мұқағали Мақатаевтың өлеңінде жалпы қыстың кетіп, сәуірдің, яғни күннің жылуын, көктемнің келе жатқанын сипаттайды. Бұл өлеңде көктемнің келуін, сәуір айын бір шалдың кейпінде сипаттайды. Абайдың қыс шығармасында да ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тір жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Бұл жерде де ақ сақалды бейнелеп тұр. Осы бейнемен бұл адамның қатал билеуші екенін жеткізіп тұр. Иә, осы екі жерден де біз үндестік тауып отырмыз. Бұл жерде тек қана идеясы мен мақсатында емес, бұл екі ақынның үндестігі. Бұл жерде жазуында да, стилінде де үндестік тауып отырмыз. Бізге махаббат лирикасы деген тақырып берілді. Бізге екі өлең берілген болатын. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға, Мұқағали Мақатаевтың өлеңі және де Абай Құнанбаевтың өлеңі, айттым сәлем қаламқас деген өлеңі. Осы екі өлеңде ортақ тақырып бар, ол махаббатқа байланысты, осы екеуінің үндестігі бар. Махаббат пен сағыныш туралы, яғни ғашықпын, шын ғашықпын деген Мұқағали Мақатаевтың өлеңі ғашық болған адамның қандай сезімде болатынын, не істей алатынын, соның барлығы айтылып тұр. Ал айттым сәлем қаламқаста адамның сағыныш туралы айтылып тұр. Айттым сәлем қаламқас өлеңі ол оқырманның тек ғашықтық
ғашықтық ол тек сыртқы сезім емес, және де ішкі рухани дүниедегі да бір сезім ретінде көрсетіледі. Ғашықпын, шын ғашықпын деген өлеңін алсақ, бұл жақта Мұқағали Мақатаев осы өлеңі арқылы ғашықтықтың тек қана ғашық болу ғана емес, іштей жақсы көру екені айтылып тұр. Яғни адам ғашық болған кезде тек қана ода қуаныш қана болмай, ода мұң да, сағыныш та қатар жүреді. Және де мен болмасам болмайын, соламан ба деген жері осы адам үшін, ғашық болған адамы үшін, өзінің махаббаты үшін, өзінің өмірін қиятыны туралы, яғни ғашық болған адамның қандай іске баратыны туралы сондай айтылып тұр. Және де осы оқырман оқыған кезде осы өлеңді ғашықтықтың қандай екенін, оның қазіргі таңдағы маңызын, сондай барлығын түсіне біледі. Екі өлеңде де осы сағыныштық сезім туралы айтылыпты. Сонда Абай мен Мұқағали де өзінің терең сезімдері ақындардікі бірдей болып тұр ғой. Екеуі де мұң, сағыныш және де үлкен ыстық сезім болып тұр. Осы кезде Мұқағали Мақатаев осы ғашықпын, шын ғашықпын деген өлеңін өзінің махаббатына арнап жазған, яғни ол ғашықпын, қатты ғашықпын деген сияқты болып, өзінің не істерін білмей, осы ішіне сыймай махаббаты солай өзінің өлең арқылы осы өзінің сезімін өлең арқылы жеткізе білген. Абай да өзінің сағынышын солай өлеңге қағаз бен қаламды қолына алып, өлең ретінде жеткізе білген. Айттым саған қаламқас. Ат айтып тұр екен ғой, екеуіңіз де бірге өлең жазып өзінің сезімдерін білдірген. Мен Абай Құнанбаевтың "Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін" деген тақырыбын шығармасын алдым. Ол жерде бізде жаздым үлгі жастарға бермек үшін деп, ол яғни өзінің өлеңін жастарға үлгі болсын деп жазған. Мен Мұқағали Мақатаев, мен дағы өлеңді жазбаймын ермек үшін өлеңін алдым. Бұл өлеңде ол өзінің өлеңді ермек үшін жазбайтыны, жақсы жүректен шығып жазатын, және жаралы жүректерді емдеу үшін жазатыны айтылған. Мен қарап отырсам, осы екі өлеңнің де тақырыбы бірдей екен. Сонда Мұқағали Абайды пір тұтқанын көре аламыз. Екеуі екі ғасырда өмір сүрсе де, Мұқағали осы Абайдың өлеңдеріне сусындап өзінің рухани әлемін байытты ғой деймін. Ол екеуі де ұқсап, еліктей отырып жазған сияқты. Мысалы, өлең шығаратын адамның өзі өлең шығарар барысында оны ермек қылу емес, өзінің хобби ретінде емес, оны соны тыңдап отырған оқырманға, соны оқып отырған адамдарға бір нәрсені үйретіп кету үшін, бір нәрсе болсын, миына қондыру үшін сол өлеңдерді жазады. Ол ермек ретінде, ешқандай ермек ретінде ол қарастырылмайды. Яғни оны, мысалы, мен де кейде жазған кезде, мысалы, мен оны ермек үшін емес, не бір ішім пысқаннан емес, соны оқып отырған адамның өзі бір кішкене бірдеңе, бір өзіне мәлімет алу үшін, жақсы нәрсені алу үшін, сол жақсы мәліметті білу үшін сондай өлең жазады. Иә, Абай да өзінің шығармасында "Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жастарға үлгі бермек үшін" деп айтып кетеді. Осыған да болар. Қазіргі заманда көбісі шығармашылыққа қызығады, барлығы өлең жазғысы келеді. Мысалға, қазір қарап тұрсаң, біздің сыныптағы оқушылардың көбісі өлең шығарады, өлең жазады. Олардың жұмыстары қиын, өте қиын. Өйткені өзінің ғана емес, сол оқып отқан адамның жан дүниесін және өзінің де жан дүниесін сипаттап, соны өлең арқылы жеткізумен айналысады. Кейбір адамдар бар, өзінің мұңын, бүкіл осы өмірге деген құштарлығының бәрін, мұңының бәрін осы қағазға түсіру арқылы өзін жеңілдететін. Мысалы, кейбір адамдар өмірге деген қандай да бір мұңы болса, немесе бір қиындықтары болса, проблемалары болса, осы өлең арқылы оны қағазбен қолына қаламды алып, өлең арқылы сол өзінің ішіндегі бүкіл мұңын сол шығармасына түсіріп жеңілдетеді деп ойлайсыз. Ол ермек нәрсе емес, мысалы, ерткеннен, ішім пысқаннан жасай салмайсың ғой. Ол барлығы жүректен шығатын зат. Яғни жаңа айтып отыр ғой, ренжішің болса, мұңың болса, оның барлығы сенің жүрегіңнен шығатын сөздер. Ол жүректерді сен параққа түсіресің. Параққа түсіру арқылы басқа оқырмандарыңа
яғни сенің оқырмандарыңа, сенің өлеңіңді оқитын адамдарға өзіңнің мұңыңды жеткізе аласың. иә, сол екі ақынымыз ұқсап, қазіргі өлең жазатын оқушылар оқырмандардың да көңілдеріне және солардың қазіргі жағдайларына дөп түсіп, солардың жүректеріне әсер ететін деп сол өлең жазады. Мысалы осы Абай мен Мұқағали де осы өмірден алған сабағын, яғни бір қателік кеткен болса соны түзеп, соның бәрін өзінің келешек ұрпағы сол қателікті қайталамау үшін соны өлең ретінде ұрпағына қалдырған деп ойлаймын. иә, мысалға жасымда ғылым бар деп ескермедім деген Абайдың өлеңі бар. Осы жерде жасымда ғылым бар деп ескермедім дегенде ол өзі жасы 30-ға келгенде, бірақ осы білімнің өте керек екенін, адамға қажет құндылық екенін біліп, осы өлеңді жазған болатын. Ол кеш түсінген болатын да. Біз мысалы 13 жасында ол бір білімді болам деген сияқты ондай ешқандай миына келген жоқ. Соның өзін 30 жасқа келген кезде ескеріп, соның бәріне осы өлең арқылы өкінгенін жазып, осы болашақтағы адамдар да сол қателікті қайталамау үшін осы өлең арқылы білім алыңдар деген сияқты өзінің ұрпағына солай ақыл қалдырған. иә, өзінің баласын да осы медресеге беріп, ақылды болсын, білімді болсын дейді. Бізді де осы білімге шақырып отыр деп ойлаймын. Сондықтан осы Абай мен Мұқағали үндестігін қорытындыласақ, осы екі ақын да идеялары да, жазу стилі де бір-бірімен үндесіп, бір арнаға толысып жатыр деп ойлаймын. Сондықтан сыныптастарым, біздің оқығанымыздан оқымағанымыз көп, сондықтан да осы Абай мен Мұқағалидің шығармаларын оқып, өзіміздің рухани қоржынымызды байыта берейік. Оқушылар, сіздерге алғыс айтқым келеді. Тақырып барынша ашылды деп ойлаймын. Бүгінгі дөңгелек үстелге белсене атсалыстыңыздар. Алғысым шексіз. Және де бүгінгі дөңгелек үстелімізге қонақ ретінде біздің мектебіміздің педагог ұйымдастырушысы Бердіқұлова, Айнұр Бердіқұлова келіп отыр. Соған бір ауыз сөз сендердің өткізген дөңгелек үстелден өте керемет жақсы тақырыптар қозғалды. Бұл жақта маған ең әсерлі бір тақырып махаббат және сағыныш тақырыбы болды. Бұяқта екі өлеңнің айқасы, яғни мысалы мен Абай Құнанбаевтың жаңағы айттым саған сәлем, айттым саған қаламқас өлеңін алсақ, сол өлеңде 1889 жылы Абай Құнанбаев бұл өлеңді жарыққа шығарған екен. Осы өлең арқылы барлық дүниежүзілік өрескел туындыларының бірі болып шыққан екен Абай Құнанбаевтың. Яғни бұл өлеңде ақын махаббат, сезім, жастық шақты жаңағы баяндап отыр. Яғни бірін-бірін сүйген жастардың біріне деген жаңағы әдептілігін өлең арқылы жеткізіліп отыр, сезімдері. Сондықтан бүгінгі дөңгелек үстел өте күшті тақырыптар қозғалды деп ойлаймын. Ары қарай осындай қарқында жұмыс істей берулеріне тілектеспін. Дөңгелек үстеліміз осымен өз мәресіне жетті. Сіздерге көп рахмет. Болашақта да осындай дөңгелек үстелдер көп бола берсін. Рахмет.